Қалайсыздар, жақсысыздар ма? Барлығы жақсы ма? Бүгін мен сіздерге автоворонкадағы геймификация, яғни адамдармен тек қана хабарламалармен, сообщениялармен байланысу емес, сонымен қатар ол адамдарды бір арнайы ойындарға біріктіру, оларды қызықтыру арқылы оларды көбірек сол сізбен жұмыс жасауына, әрекет жасауына көмектесетін құралмен таныстыратын боламын. Геймификация бұл ойын түрінде клиенттермен байланыс жасау болады. Одан артық терминдеп, оны ғылыми түрде түсіндірудің ешқандай қажеттілігі жоқ. Енді біз қандай геймификация қолданған болатынбыз? Жалпы бұл қазір Ресейде де жақсы қолданылып жатыр. Адамдарға үш жан беру. Яғни сіз бір рекламада не істейсіз? Челленджге шақыруыңыз мүмкін, немесе бір апталық курсқа, тегін курсқа шақыруыңыз мүмкін. Бірақ та бұл тегін курстың ішіндегі ақпараттарды соңына дейін кім жетеді, сол ғана алады. Егер де сіз бір сабақты дұрыс көре алмай қалсаңыз, немесе бір сабақты көрмесеңіз, онда сіздің бір жаныңыз кетеді, сізде екі жан қалады. Екі жаннан кейін тағы да бір ескерту келеді. Ескертуден кейін тағы да сабақ көрмесеңіз, бір жан қалады. Мүлде сабақты көрмей оқысаңыз, болды, сабақ бітті. Сіз соңына дейін көрмегеніңіз үшін басқа келесі тегін сабақтар сізге ашылмайды. Көрдіңіздер ме? Яғни бұл жерде адамдарды тікелей хабарламалар жіберіп тұру ғана емес, бүгін бірінші сабақ, екінші сабақ, үшінші сабақ, төртінші сабақ қана емес, бұл жерде үш жан беру деген система бар. Сіз үш жан бересіз адамдарға, және сол үш жан бергеннің арқасында сол үш жанды соңына дейін сақтап қалуға, оны предупреждение оққаннан кейін бір жан кетті ғой, мен осы курс соңына жетсем, осындай нәтижеге жетсем ғой деген сияқты әртүрлі мақсаттар қою, мақсат қойғаннан кейін сол мақсатқа жету үшін үш жан беру, үш возможность беру деген сияқты көптеген креативті түрде адамдармен байланыс жасауға болады. Достар, енді бұл системаны құрастыру шынымен де өте қиын деп айтуға келмейді. Бірақ та ең оңай системалардың бірі де емес. Мен сіздерге алдыңғы жолы естеріңізде ме айтып едім ғой, Lead-Magnet, Tripwire және де основной продукт. Осы кезде сабақ беру жолмен түсіндірген болатын. Яғни ең бірінші оңай жол сабақты түсіндіреді, одан жұмыс жасайсыздар, одан кейін барып қана қиын сабақтар беріледі. Біздің курста да дәл солай. Яғни сіздерге ең алдымен оңай автоворонкалар беріледі, одан кейін сіз өзіңіз бір автоворонка құрастырасыз. Осы автоворонка құрастырғаннан кейін ғана сіздерге осындай геймификацияланған автоворонкалар үйретілетін болады. Сондықтан да бұл қатты ауыр логика деп айтуға келмейді. Себебі біз шынымен де адамдарға оңай түсіндірілетін жолдарды тауып, сол арқылы түсіндіруге тырысып жатырмыз. Сондықтан да логика қаншалықты ауыр болғанымен, бұл жасау қиын деген сөз емес. Түсінікті ғой, яғни бұл курста үйретілетін болады. Енді жаңа формат, жаңа ұсыныс адамдармен жаңаша түрде байланыс жасау, көбірек клиенттердің сізге деген лояльностін, яғни сенімін, сізге деген қарым-қатынасын жақсартады. Оның нәтижесі көбірек сатылымға келеді. Көбірек сатылым бизнестің өсуіне, бизнестің өсуі сіздің абыройыңыздың, сіздің жалақыңыздың өсуіне келіп соқтырады. Ал бизнестің өсуі дегеніміз не? Бұл мемлекеттің шынымен де экономикасының өсуі, достар. Сондықтан да жаңаша білімге, жаңаша форматтарға көбірек көңіл аударған жақсы.